Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын жеті нанның, яғни шелпектің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз, және де үстіне қантымызды қосып, жақсылап екеуін бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Массамыз толық араласа бастаған кезде сүтімізді құямыз, және де тағы да бір рет араластырып аламыз. Осының үстіне ұнымызды шетінен салып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден салмаймыз, себебі қатты қамыр болып қалуы мүмкін. Әдеттегідей видеоның жазбаша рецебін описание бөлімінен көре аласыздар. Бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді қамырымызды демалдыруға бетін жауып 1-5 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды алып, барынша бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 14 бөлік шықты. Кішірек, үлкен етем десеңіздер де болады. Осылай бөліктерге бөліп, күлшелеп, тағы да 1-5 минут демалдырып аламыз. Нанымыз дайын болғанша, яғни қамырымыз, майымызды да қыздырып қоюға болады. Осылай шетінен ұн сеуіп отырып, жұқа етіп қамыр жаямыз. Барынша қамырымыз жұқа болғаны жақсы, сонда біздің шелпектеріміз жұмсақ болып шығады. Және бұл қамырларды, яғни шелпекті өте жақсы қызып тұрған майда қуыруымыз қажет. Егер майымыз жақсы қызбай қалса, қамыр майды жұтып алады, өзіне сіңіріп алады. Мен майдың қызғанын білу үшін осылай сіріңкенің талын салып қойдым. Шелпектерімізді отта көп ұстамаймыз. Осылай сарғыш түске ауыса бастаған кезде оттан алып, шетінен осылай қуырып аламыз. Майымыз суып қалмас үшін астын барынша қойып, арасында қатты қыздырып аламыз. Міне достар, біздің шелпектеріміз осымен дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерде де шығады деген үміттемін. Видео ұнаған болса каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.